Келесі ол пайдалы денсаулыққа, яғни orange juice'тың орнына all'ды деген сөзді қолданамыз. It is healthy. 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 Ол денсаулыққа пайдалы, иә? Ол денсаулыққа пайдалы емес. Ол денсаулыққа пайдалы емес. It is not healthy. It is not healthy. Ол денсаулыққа пайдалы емес. It is not healthy. It is not healthy. Құрметті шәкірттер, құрметті көрермендерім, тоқтамаңыздар, сіздердің қолдарыңыздан келеді. Сабырлық пен еңбекқорлық керек білім алғанда. Бисмилля деп жалғастыра беріңіздер, тоқтамаңыздар, шыны көрінбесе де. Жарай ма, достар? Мен сіздермен әрқашанда байланыстамын, Instagram, TikTok, YouTube-тамын. Маған жазып отырыңыздар түсінбеген жерлеріңізді. Жақсы шәкірт, жақсы оқушы әрқашанда сұрақтар сұрайды, соны ұмытпаңыздар. Түсінбеген жерлеріңізді ұялмай сұраңыздар, мен сіздерге жауап беруге тырысамын. Жалғастырайық. Кішігірім мотивация беріп жатқаным ғой. Келесі, ет піскен емес. Ет піскен емес. Ет піскен емес. The meat is not cooked. 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 Ет піскен емес. Рис дәмді емес. Рис күріш дәмді емес. Күріш дәмді емес. The rice is not tasty. The rice is not tasty. The rice is not tasty. Келесі. Жемістер арзан емес. Жемістер арзан емес. The fruits are not cheap. The fruits are not cheap. Айтып көріңіздер менімен бірге. The fruits are not cheap. The fruits are not cheap. Сары май сары емес. Сары май сары емес. Сонда қандай түс болады? Мені сұрақ. Сары май сары емес. The butter is not yellow. The butter is not yellow. Сары май сары емес. The butter is not yellow. Менде американдағы ағылшын тілін акцент себебі сол жақта 10 жыл тұрдым. Білмейтін жандарға айтып кетейін. Не үшін мен мүмкін басқаша айтып жатыр деген сұрақ туындап жатса, сіздерге жауабым сондай. Екеуі де дұрыс, бірақ өзім сол жақта 10 жыл тұрған соң, ақш-та Нью-Йорк қаласында, Бруклин ауданында, сол үшін менде сондай акцент. Сол үшін, бірақ американдық акцент жерде қалмайды, өте кең тараған, сол үшін бұны күмәндамай үйрене берсеңіздер болады. Келесі, сәбіздер ұзын емес. Сәбіздер ұзын емес. The carrots are not long. The carrots are not long. Сәбіздер ұзын емес. Олар, айтып көріңіздер тағы. The carrots are not long. The carrots are not long. The carrots are not long. Олар ұзын емес. Олар ұзын емес. They are not long. They are not long. They are not long. Сыр ірімшік қымбат емес. Сыр ірімшік қымбат емес. Ерге бәріне «the» қойып жатырмын, сол үшін «the»ны ерге де қойып салайын. «The»ны әлі beginner осы деңгейде болсаңыз білудің қажеті жоқ, шатасып қаласыздар. Содан кейін бірінші артиклдарды үйрену керек. The cheese is not expensive. 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 Қайталадыңыздар ма? Енді келесі, ол қымбат емес.
Ол қымбат емес. It is not expensive. Ол қымбат емес. Ол қымбат емес. It is not expensive. It is not expensive. It is not expensive. It is not expensive. Келесі. Қант ақ емес. Қант ақ емес. Sugar is not white. Sugar is not white. Қант ақ емес. Sugar is not white. Қант ақ емес. Ол ақ емес. Ол ақ емес. Ол ақ емес. Ол ақ емес. It is not white. Ол ақ емес. Ол ақ емес. Sugar is not white. Қант ақ емес. Ол ақ емес. Айтып көріңіздер. Sugar is not white. It is not white. Сонда sugar'ın орнына itті қойып жатырмын, иә? It is not white. Ол ақ емес. It is not white. The bread is not hot. Нан ыстық емес. The bread is not hot. The bread is not hot. Қайталап көріңіздер. The bread is not hot. The bread is not hot. Hot. The bread is not hot. Нан ыстық емес. The bread is not hot. Ол ыстық емес. Айтып көріңіздер. Қалай ағылшынша болады? Ол ыстық емес. Ол ыстық емес. It is not hot. Ол ыстық емес. It is not hot. Ол ыстық емес. Ол ыстық емес. Келесі. Су суық емес. Су суық емес. Су суық емес. Айтып көріңіздер. The water is not hot. Су суық емес. Керісінше, су суық емес. Ыстық емес дедім бе? Білмей тұрмын. Су суық емес. The water is not cold. Ол суық емес. Яғни су туралы айтып жатырмыз. Ол суық емес. It is not cold. It is not cold. Су суық емес. Су суық емес. Шоколад шоколад тәтті емес. Шоколад тәтті емес. Шоколад тәтті емес. Шоколад тәтті емес. Ол тәтті. The chocolate is not sweet. Қайталап көріңіздер. The chocolate is not sweet. The chocolate is not sweet. Ол шоколад тәтті емес. Келесі. Ол тәтті емес. Ол тәтті емес. Ол тәтті емес. It is not sweet. It is not sweet. It is not sweet. It is not sweet. Ол тәтті емес. Кофе ащы емес. Кофе ащы емес. The coffee. Кофе ащы емес. Кофе ащы емес. Кофе ащы емес. The coffee is not bitter. The coffee is not bitter. The coffee is not bitter. Кофе ащы емес. Ол ащы емес. Яғни кофе туралы айтып жатырмыз. Ол ащы емес. It is not bitter. It is not bitter. It is not bitter. Апельсин шырыны денсаулыққа пайдалы емес. Бұл жерде мен ешқандай мағына беріп жатқан жоқпын. Кейбір адамдар түсінбей қалып намерение деп жатыр деп жазбаса болды. Бұл жерде біз просто алдыңғы болымды сөйлемдерімізді болымсыз түрде жазып жатырмыз. Сонда аударып көріңіздер ағылшыншаға. Апельсин соғы денсаулыққа пайдалы емес. Қалай болады ағылшынша? Апельсин соғы денсаулыққа пайдалы емес. The orange juice is not healthy. The orange juice is not healthy. Orange juice is not healthy. Келесі. Балық свежий ма? Балық свежий ма? Балық свежий ма? Is the fish fresh? Is the fish fresh? Is the fish fresh? Балық свежий ма? Is the fish fresh? Ет піскен ба?
біреу мынау бізге қазақтарға керек сөйлем, иә. Үйге барасыз да, анаңыздан ба, жолдасыңыздан ба, әйеліңізден ба, не десе сұрайсыз. Балық ет піскен ба деп, иә. Is the meat cooked? Cooked деп, иди деп айтпаңыз, әдді. Осы қате жиі кездеседі. Cooked, open it деп. Т болады. Cooked. Is the meat cooked? Is the meat cooked? Is the meat cooked? Is the meat cooked? Олар арзан ба? Олар арзан ба? Are they cheap? Are they cheap? Олар арзан ба? Are they cheap? Олар арзан ба? Are they cheap? Олар арзан ба? Сарымай сары ма? Міне қандай сұрақ философиялық, иә? Сарымай сары ма? Is the butter yellow? Is the butter деп айтсаңыз болады, бірақ американдық ағылшын тілінде butter дейміз. Butter. Айтып көріңіздер, р-ға ұқсайды. Is the butter yellow? Is the butter yellow? Сары май арзан ба? Соны сұрақ көрейік. Сары май арзан ба? Is the butter сары май арзан ба? Айтып көріңіздер. Арзан қалай? Естеріңізге түсіріңіздер. Сары май арзан ба? Is the butter cheap? Is the butter cheap? Is the butter cheap? Yeah? Қант ақ па? Қант ақ па? Қант ақ па? Is the sugar white? Is the sugar white? Is the sugar white? Нан ыстық па? Нан ыстық па? Is the bread hot? Is the bread hot? Is the bread hot? Ол суық па? Ол суық па? Is it cold? Is it cold? Ол суық па? Is it cold? Шоколад тәтті ма? Шоколад тәтті ма? Is the chocolate sweet? Is the chocolate sweet? Is the chocolate sweet? Сонымен достар, мынау біздің қаншаншы сабақ? Бұл біздің 20-шы сабақ екен, иә? Сол 20-шы сабағымызды аяқтадық. Тез бітірдік. Бұл кезде алдында 30 минут болған, қазір 17 минут дейді. Сол достар, ұнаса лайктарыңызды аямаңыздар. Ұнап жатса, пайдалы болып жатса, басқаларға да осы каналым туралы айтып кетіңіздер, пайдалы контент болса. Сол пікір қалдырыңыздар, сіздерді мен хабардамын. Практика, теория жеткілікті теория болады, содан кейін көп практика болу керек. Сол кезде сізде кәдімгідей спикинг болады, иә. Сол біздің мектепте көп 11 жыл бойы ағылшын тілін үйренсек те, нәтиже болмай жатады. Университетте де оқып жатыр, себебі практика жоқ, иә. Яғни теория, бірақ кәдімгі практика жетіспейді. Сол үшін бәр теориядан, бәр грамматикадан қорқады, себебі 11 жыл бойы үйреніп еш нәрсе болмаған соң. Бұл жерде біздің видеоларымызда практикаға көп мән беруге тырысып жатырмын. Өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Қалай практика болып жатыр ма, пайдасы болып тиіп жатыр ма сіздерге? Тоқтамай бір рет ұнаса, басқа видеоларды ақырындап күн сайын бір видеодан көре беріңіздер. Зона комфорта, өздеріңіздің зона комфорталарыңыз бар, содан шығуға тырысыңыздар. Айтуға сөздерді тырысыңыздар, иә? Сол ең бастысы, сол айтып, просто пассивно тыңдамаңыздар, кәдімгідей дауыстап айтуға тырысыңыздар осы сөйлемдерді. Және үй тапсырмаға мен жаңағы мына жазып кеткен деп айтқан сөйлемдерді қазақ тілінде, соларды мен ағылшынша, соларды мен комментарийға жазамын, сіздер соларға қарап, сол қазақша сөйлемдерді ағылшынша айтып көріңіздер, көмексіз мына видеоға қарамай. Сол достар, сол сіздерге үй тапсырма бердім, жасаңыздар, менімен хабарда болыңыздар. Келесі видеоға шейін сау саламат болыңыздар, құрметті жұртым.